Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Толқынай Фаратқызы. Тігін өндірісі және киімдерді модельдеу мамандығынан өндірістік оқыту шебері боламын. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қайырмалы жағаның өңделу жолдары. Сабақтың мақсаты қайырмалы жағаның өңдеу әдістерін үйрету. Ең алдымен бізге қайырмалы жағаны матада қиып алу керек. Матада дұрыс әрі әдемі өзімізге ұнайтын формада қиып алу үшін біз ең алдымен алдыңғы бой, артқы бой лекаласы керек. Осы лекаламыздың иық сызықтарын біріктіріп, қосып жапсырамыз. Содан кейін өзімізге ұнайтын көлемде жағамызды сызып суреттейміз. Суреттеп қарындашпен суреттегеннен кейін ашық түсті ручкамен немесе фломастермен белгілеп аламыз. Себебі қазір біз калька деген қағазға бастырамыз. Сол калька деген қағазға көріну керек бізде барлық сызық. Енді калька қағазымызға осы суреттеген қайырмалы жағамызды бастап шығамыз. Одан кейін тігетін тігісімізді, мысалы 1 сантиметрге тігіледі жағаның шеті, сол 1 сантиметрімізді қосып шығамыз. Осымен лекалымыз осылай дайындалады. Ешқай жерді ұмытпай, барлығын түгелдеп бастырып алуымыз керек. Міне алдыңғы бой және артқы бой және де біздің қайырмалы жағаның лекаласы дайын. Енді уже қиылған, пішіп алынған міне түрі. Қазір мынау біздің алдыңғы бой мен артқы бой. Жағаның үстіңгі бөлігін қызыл түсті атлас матасынан, ал астыңғы бөлігін астарлық матасынан алдым. Яғни піштім. Иненің көмегінің арқасында қазір осы жағаның шетін түп-түз ғып бір келкідей иненің арқасында қадап аламыз. Жылжымау керек, тура дәп-дәл келу керек. Астыңғы мен үстіңгі жаға шеті барлығы бірдей тегісте келу керек. Енді одан кейін көктеп аламыз. Содан кейін қадаған инелеріміздің барлығын алып тастаймыз. Енді осы жағамыздың шетін 1 сантиметрге тігіп шығамыз. Міне уже көктелген жағамыздың түрі. Енді мына жерде сызықтың белгіленіп тұр. 1 сантиметр, 1,5 сантиметр, 2 сантиметр. Сол 1 сантиметр тура сол сызыққа жағаның шетін қойып тігеміз. Ең алдымен басында 1-2 рет тігіп жүреміз, себебі тігіс кетіп қалмау керек. Бекітпей қоямыз. Доңғалақ жерлерінде асықпай тігіңіздер. Біздің жағамыз өзі доңғалақ. Енді бүкіл тігістің барлығын алып, сол тіккен тігісіміздің барлығын астыңғы жағаға бүгіп 0,1-ге тігіс беріп шығамыз. Яғни сол тігістің барлығын астыңғы жағаға бекітеміз. Тігісті ашып отырыңыздар. Тігісті ашып отырып, сонда біз қазір бізге көктеп бүтіктейміз. Сол уақытта өте ыңғайлы болады.
бітейік деп қалдық. Қазір бітеді. Міне ең тіккен уақытта қатты тартып ұстамаңыздар. Міне біз 0,1 миллиметрге тігіп шықтық. Осы тіккен тігісімізді көктеп шығамыз. Үстіңгі жағаны 0,1-ге кішкене шығарып, астыңғы жағаны кішкене 0,1-ге кіргізіп көктейміз. Сонда біздің жағамыз өте әдемі, тап-таза, бір жинақы әдемі болып шығады. Енді үдіктейміз. Үдіктегенде көктеген тігістермен бірінші үдіктейміз. Үдіктеп болғаннан кейін көктеген тігісті алып үдіктейміз. Қазір жағамызды осы алдыңғы бөлшегімізге ине көмегімен бекітеміз. Мына жерде бізде ортаңғы тігістің белгісі бар. Алдыңғы бойдың ортаңғы тігісіне тура жағамыздың ең ұш жақтарын тура біркелкі қолындырамыз. Иненің көмегімен қадап аламыз. Мен осындай әдейі сіздерге қызыл түс таңдадым, дұрыс сіздерге көріну үшін. Және де астарды да басқандай түстен пішіп алдым. Яғни астыңғы жағаны дейін. Және де алдыңғы артқы бойдың да түсін басқандай ашық түсті қылып таңдағаным сол себепті. Барлығы сіздерге дұрыс, анық көріну үшін. Артқы сызықтың ортаңғы бөліктермен артқы жағаның ортаңғы нүктесін яғни біріктіріп отырмын. Тура дәл келу керек. Даже бір 0,5-ге немесе 0,1-ге дейін ол жылжып кетпеу, тура ровно түсу керек. Сонда біздің жағамыз кигенде де дүп түзу жақсы болып жатады. Және де мен өте жұқа тканьдан тіктім бұл жағаны тура ровно жату үшін. Негізі бұндай жағаны көбінесе қатты қалың ткань алып қажет жоқ. Именно осында қайырмалы жағаны тігу үшін. Қазір мен бұлаппен қадап болып қалдық. Осы қадаған жерлердің барлығын, яғни мойын ойымызын бір келіп көктеп шығымыз керек. Егерде мысалы 1 сантиметрге біз қазір тігеміз, онша біз 1 сантиметрге жетпестей 0,8 немесе 0,9-8 миллиметрға ғана көктеміз керек. Әйтпесе қазір тура сол 1 сантиметрге көктеп 1 сантиметрге тігетін болсақ, ол көктеген жібімізді алу өте қиын болады. Қазір нетіп алдық, белгілеп алдық. Енді осыны мойын ойынысын 1 сантиметрге тігіп шығамыз. Барлығы жеңіл, ең оңай жаға. Қазір міне уже тіге бастаймыз. Тура сол сызыққа қоямыз, 1 сантиметр тігетін сызығымызға қойып. Бұндай жерде бекітпей қоймақ қойсақ та болады.
көйлектің етегін немесе жеңдер, осындай доңғаланған тігістер болатын уақытта, яғни бекітпей қоюдың негізі қажеті жоқ. Тіккен кезде бүйтіп үстінен тағы білет өткізсек болды. Сол жерге жеткен кезде. Өте жеңіл жаға, ең оңай жағалардың бірі. Қолмен ұстап отыруымыз керек, өйткені ткань атлас болғандықтан сырғанап кетеді. Енді сол тіккен тігісіміздің 1 сантиметр тіктік пе, енді 5 миллиметрге сол тігісімізді қиямыз. Қиған уақытты асықпаңыздар. Жағаны бітті жерін дұрыс қимай қалсаңыздар, оны жөндеуге келмейді. Сондықтан өте асықпаңыздар. Және де қолдарыңызды байқаңыздар. Бұл ең маңызды жері. Міне уже қиып болды. Енді бізге косой бейка деген керек. Мына жерде косой бейкамыздың ені 2 сантиметр. 2-ге бүгіліп өтіктелген. Осыны алып, тігісті 1 миллиметрге жауып, тіккен жәнегі тігісімізді. Бұл инемен қадап шығамыз. Қадап болғаннан кейін асықпай дұрыстап көктейміз. Осы арқасында біз тігісіміздің барлығын жасырып, әп-әдемі болып, таза өңдеу жолы болып табылады. Ешқандай тігіс түкте болмайды. Негізі әдіппен де өңдеуге болады, бірақ ең жақсы ыңғайлы, адам үшін де ыңғайлы осы өңдеу әдісі болып табылады. Әдіп қозғалып қайта шыға береді, ал бұл өңдеу әдісінде ешқандай ыңғайсыздық тудыртпайды. Міне уже тігіліп болды, дайын біздің жағамыз. Тек қана дұрыстап үтіктеу ғана қалды. Үтіктеу үшін де көктеп алу керекміз. 0,1 миллиметрге тігілді. Одан кейін шеткі жақтарын тағы да 0,1-ге тігілді. Сонымен жағамыз дайын.